ет сүрлегіңіз келсе, қарап шығыңыз видеоның ақырына дейін. Өткенде мен етті тұздап жатқан кезде көп кісілер айтқан болатын, мынау өте қалың, сасып кетеді, көгеріп кетеді, ашып кетеді деген сияқты. Чеснок, қара бұрыш, тұз болды, басқа ешқандай сиқыры жоқ. Тұздадық та 2 суткаға қалдырдық. Тазиктің ішінде өзінің қаны шықты, суы шықты. Содан кейін біз оны алдық та балконға ілдіріп қойдық. Енді міне кепкеннен кейін ол кішірейеді. Егер оны әу басында біз осылай кішкентай салатын болсақ, ол қандай жұқа болып қалады. Сол үшін сүйектің қалыңдығындай, осындай қалың қылып 7-10 см қылып осылай жасаймыз. Сол кезде тураған кезінде дәл келеді да, ұшақ кішкене өтпей тұрып, негізі тураған кезінде осылай әдемі болып шығады. То есть жеуге келеді деген ғой. А то мынау кішкентай болса, шоқ болып кетеді тураған кезде. Сұрақтар болса жазыңыздар, лайк басып қолдап жүріңіздер. Ет сүрлеудің, тұздығының, сүрлеудің қысқаша жолдары. Сау болыңыздар.